қазақ қиналғанда әруақ дейді, қиналғанда әруақ дейді. Сонда мынау қазір талқылап жатыр, анау бокс федерациясының бәр несін бастықтарын орнынан түсірді. Содан кейін мен бәр Ермахан Ибраевтардың сөздерін бәрін көріп жатырмын, естіп жатырмын. Көбісі Амалбек Шанов деген сол федерацияға басқарған болған, содан кейін әкім болған сол солтүстікте. Сол дайындыққа өте күшті күш жасаған, сонда қазақтар жеңіске жеткен. Сонда ол айтты былай. Таңертең барып қазақтар, боксшылар намаз оқиды. Сағат 5-те тұрып. Сонда демалу процесі бұзылады екен спорттың несінен. Олар енді көп жасайды, қимыл жасайды, жақсы демалып алу керек, ұйықтап алу керек. Сөздеген содан соның тәртібінің бұзылған кейін, олардың физик подготовкасы нашар біріншіден. Әлсіреп қалған. Иә. Содан кейін ол үшінші раундта бәрі қазақтар боксшылары бәрі әлсіреп қалады. 3 минут. Профессионал боксы 12 раунд. 12 раунд шайқасады, 36 минут, жарты сағаттан артық. 40 минутте сонда өзгертермен. Сонда сол қазақтың балаларының сосын кейін несі, моральный подготовка дейді ғой. Ода құлдырайды екен. Аруаққа сенген қазақ, оған күш келеді. Сонда оқиға болды, сол Францияда Елдоспен теңдес. Елдос французбен шайқасты, бірақ азаматы грузин. 100 килода Азербайжан батыры финалда грузинмен шайқасты. Бірақ Азербайжанның несі өкілі, өзі Осетин. Әгер жеді орын табылғаннан кейін Азербайжанға келді, азаматын алып, сөйтіп сол несіне келді, соны қосты. Сонда грузин сол Азербайжаннан күшті денесінен көрініп тұр. Шеберлікте де одан дейік. Бірінші минутта ол Азербайжанды алды да, жамбастан лақтырып тарс еткізіп, бір ұпайға ие болды. Ол жеңіліс. Азербайжанға. Сонда 8 секунд қалғанда, аяқ астынан қалтасында алтын ұпай болған грузин тәп Елдостың қарсыласының әдісін жасады. Жерге құлап жалған прием жасағандай. Сонда Елдостың қарсыласы Елдостың күрткасынан қолын ұстап, жеңінен ұстап, сөйтіп жалған әдіске барды. Амнау тіпті қол тигізбей. Жай жарақат өзіне ертімен алдыда қой салды. Ол дзюдода енді нағыз үлкен тәртіп бұзу. Сөйтіп ол әдіс үшін төрешілер оған шидо берді, үшінші шидо. Сол 8 секунд қалғанда итерісі керек еді, 8 секунд итерісі ол бір мезгіл ғой. Ол өзі түсінген жоқ. Ал өзен құлағанда Азербайжанның жігіті 2 қолын көтерді. Аспанға көтерді. Не айқайлаған естіген жоқ, мен ойымша ол аруақ деп шақырды. Аруақтар оған көптесті, грузин миінен айып, сөйтіп, миінен айырылып. Сөйтіп, аяғандасын өзі құлай салды. Ере салды медальді. Қазір көп бокс туралы енді айтып жатыр, боксшылар неден жеңілді. Бәрі бір үлкен құпияны тағады бәрі. Өзбек құрамында неден бастап, тренер бастап, массажист бастап, спортпен бір тоңқаятын адам өзбек жоқ. Исламға тыйым салынған толық. Исламды қабылдауға шалдарға рұқсат. Ислам жоқ. Екіншіден қазір Өзбекистан, Қазақтан, қазақ елінің экономиканың жағынан дамуынан өзіп бара жатыр. Мұнайы жоқ, газдары жоқ, құнарлы жерлері жоқ,
жайылымдары жоқ, таптар, кішкентай оазистар, Самарқан, Бұхара, Ташкент, иә. Сонда олар озып бара жатқандары, олар шетелдің нелері келгенде, тоңқаятын адамдарды олар жұмысқа бермейді екен, алмайды екен. Екіншіден, олардың рухы биік. Үшіншіден, олар пара алмайды. Мемлекеттің жұмысы өте қиын, тәртібі. Пара алған іздеп, амалат өмір бақи кейін оған жұмыс бермейді. Немеге базарда болмаса, сөйтіп олар соның арқасында Ататюрктің жолын қуып, өзбектер. Бізден дамып бара жатыр, не сөйлесе де біз енді оған жете алмаймыз. Өзбектерге ұят болды. Алтын сатының елі нағыз парақордың орталығы болды. Жер дүниеде біз парақорлықтан сол бірінші орындарда тұрмыз. Нағыз парақор мемлекеттің ортасында біз тұрмыз, соның арасында. Сол бәрі құпия, бәрі сол құпияны ешкім айтпайды, қорқады бәрі де, экстремистерден қорқады. Ал боксшылар өздері айтады, бізді бокс несінде, құрамасында нағыз не дейді, дедовщина дейді, дедовщина. Сөйтеді, кейін оларды қысқымай жатады, авторитет жасайды, авторитет жасанып бәрінде. Аллах ақбар деп, келіп, сақалдарын сыйпап, сөйтіп оларды сөйтіп тәрбиелейді біздің қазақтарда. Тәрбиесі жақсы, бірақ күшті. Бірақ өзбектер 5 алтын алды. Сонда өзбектің арасында 3-2 дүркін чемпионы бар. Біз 1 дүркін чемпионға жете алмай жүрміз. 16 жыл. Олар 2 дүркін чемпионы үшеуі. Біреуісі таеквондодан жас жігіт. Біреуісі нағыз жеңіл салмақтан біздің сәкенді жеңген. Үшінші нағыз ауыр салмақтан Жалолов деген өзбектің батыры. Ол неден? Олардың жұдырықтары біздің жұдырықтарымыз үлкен емес қазақтың. Олардың несі дене құрмысы бізден басқаша емес. O da неден? Дайындықтан бірінші. Бізден рухтан. Олар Алладан көмек сұрамайды. Жеңілсе бәрі Алладан қолында дегенде, қазір сәкеннің сөзін бәрі қазір тақылап жүр. Ол айтты жеңіл, бірақ Алланың қолында бәрі деді, бітті сонымен. Аллаға сенген адам өз несінен намысынан айырылады. Бәрі Алланың қолына береді. Ал аруаққа сенген адам, ол өз күшіне сенеді, біріншіден. Нағыз қиналғанда аруақты шақырады. Халыққа керек болса, мен бүлкін құпияны ашып бердім. Өзбекстанның құрамында бір тоңқаятын адам жоқ. Тіпті жақындауға да болмайды оларға. Тыйым салынған.